Екі салт атты адырдың басына желе жортып шықты да аттарының басын іркіп алақан астынан алысты шолды. Төмен қарай көлбеп бара жатқан кең жазықтың шетінде мұнартып оқшау тұрған жалаңаш тау көрінді. Анау Ипан тауы ғой, деді жас жігіт қамшысымен нұсқап. Жас жігіттің дауысы аңсағанын көргендей қуанышты шықты. Оның астында жалын өрген қылаң бесті, үстінде өңіріне зер ұстаған көк мақпал камзол, талдырмаш белін қызыл үдері белбеумен қынай буған, басында төбесін көк мақпалмен тыстаған құндыз бөрік. Тек ер-тұрманы ғана жұпынылау. Бір кезде көк сауырлап, жез шегені тізілте қаққан ері басқа біреудің астына ауысқан сияқты әбден тозып, бояуы оңып жарғақтанып кеткен ердің астындағы ұзын қызыл қоржыннан шекпен қап кигізген домбыраның мойны шығып тұр. Оның қасындағы күрең атты жасы 50-ді алқымдаған, әдемі дөңгелек қара сақалды, биік дөңес мұрынды, кішілеу өткір қоңыр көзі биік, қабағының астына терең ұялаған қағілез кісі. Бұл осы өңірге аты кең жайылған естемес күйші еді. Ол маңдайына тосқан қолын түсіре берді де етсіз салалы саусағымен қамшысының ұшын қағып алды. Бұл маңдағы ауыл көшіп кеткен-ау, деді естемес ойлағандай болып. Неге ауыл ылдида Ипанның етегіндегі қайнарда болар, деді жас жігіт. Қыбыр еткен бір қара көрінбейді. Бұл ауылдың малы әрі Ипан аспай бергі осы бозда жайылатын еді ғой. Жаңа ғана Ипанды көргенде балапандай талпынып сергіген жас жігіт енді басылып қалды. Мал көрінбейді, деді ол даусы солып. Естемес жас жігітке өңі жылып есіркей қарады. Шаршадың, білем. Оқасы жоқ, ел болмаса да қайнарда ат шалдырып тыңайып алармыз. Ол сәл күрсінгендей болды. Күйшінің өмірі осы. Қамшыны тастай беріп домбыра ұстайсың. Домбырадан босап кетсе, қолың тағы да тізгінде болады. Солай, Оразымбет шырағым. Ал, аттың терін басайық. Енді екеуі асықпай аяңмен келеді. Естемес қайтадан сөз бастады. Қарағым Оразымбет, маған ергеніңе жыл болып қалды. Құлағың сақ, қолың жүйрік жігітсің. Түбі жақсы күйші сен боларсың. Бірақ күйімді үлгі етсең де, менің өмірімді үлгі етпе. Жас 50-ге келді. Менің өмірім тұрлаусыз болып барады. Қанша ел көрсем де, жер көрсем де қайтып оралар бір қызығым жоқ. Жар сүймей, бала сүймей кетіп барам. Енді бір айналғанша қарттық келеді. Нағыз отбасының жылуын аңсайтын кез сонда болар. Естемес ауыр күрсініп қойды. Оразымбет ұстазын аяп кетті. Қабағы кірбіңсіз, көңілі ашық көрінген ұстазын іштей кемірген зор уайым бар екен. Сізге қарттық қайда, Есеке? Әлі де біреуді айттыруға болады ғой. 60-тағы Түлкібайда былтыр қызын алған жоқ па, деді ол, ұстазының көңілін аулап. Естемес ащы мырс етті. Аңғыртсың-ау, немді көріп құда түсем, күйге қыз берген қазақты әлі көргенім жоқ. Осы әңгімеден екеуінің де көңілі жүдеп үнсіз келе жатты. Кенет суалып қалған жырада жалғыз нар көрінді. Жолаушылар үйреншікті мал емес, жапанда жалғыз қалған адам көргендей әлденеден тітіркеніп, аттарының басын тежеп іркіліп қалды. Нардың түрі жүдеу, бүйірі солып, өркеші қамшылар жағына қисая бастаған. Тамыры қураған ағаштай семіп, кішірейіп бара жатқан ірі тұлғасы күйіс қайырмай қыбыр етпей тұрған мүсәпір бейнесі. Әсіресе телміре қараған жасқа толы үлкен мөлдір көзі екі күйшіге қатты әсер етті. Оразымбет үрпиіп нарға қадалып қалған Есімбетке бұрылды. Есеке, дұға оқып жіберіңізші. Ессіз далада мал кейпінде жын-шайтан жүруші деуші еді. Өз сөзінің соңын көміп, нар боздап қоя бергенде, Оразымбет астафыралла деп күбірлеп кеудесін ұстады. Ішінен дұға оқып тұрма, әлде айуанмен үнсіз тілдесіп тұрма, Естемес бұған бұрылған жоқ. Нар аяғы жерге кіріп кеткендей, ырғала ауыр қозғалып бұрылды да теңселе аяңдап кете берді. Төбе құйқаңды шымырлатып, зарлап, боздап барады. Ботасы өлген бозінген деп күбірледі Естемес атын тебініп қозғала беріп. Ойынан енді ғана сергіп қалғандай. Оразымбетке бұрылды. Көрмейсің бе, ботасы өлген ғой аруананың. Зары қандай ащы еді. Түйе деген жануар баласын адамнан артық жоқтайды. Мен қорқып қалдым, деп Оразымбет шынын айтты. Киелі шығар жануар.
Естемес аз уақыт үн шығармай іштей ыңылдап толқып келе жатты. Кенет атының шылбырын Оразымбетке тастай беріп, қолын кейін созып, қызыл қоржындағы домбырасын суырып алды. Естемес домбыраның құлағын бұрап, күйге келтіріп алып, малшықты әуенмен қағып жіберді. Епті ұзын саусақтары пернені жоғарыдан төмен бірнеше қайтара жүгіріп өтті. Бірақ мұның бәрі жаттанды сарын еді. Аздан кейін күйші қолы күрмеліп қалғандай бір пернені басып, жалғыз шекті шерте берді. Белгісіз тың әуен дүниенің табалдырығынан аттап өте алмай қиналып тұрған түрі бар. Оразымбет те демін ішіне тартып, ұстазының дидарына ынтыға қарап қалған. Жаңа бір күй сарайының есігін ашқанша асыққан сабырсыздық бар өңінде. Ат жалына есеңкіреп барып, Естемес ырғалып, кеудесін көтере беріп, тың күйді бастап кетті. Майда, ырғақты, жұмсақ әуен бояуы оңып кеткен шүберектей күзгі даланың үстінде қалықтай берді. Сәл бәсеңдеп барып, домбыраның кеудесінен екі-үш ырғалып әрең суырылып көтерілді де, ар жағы мұңды сазға, майда ырғаққа қосты. Көңілі жүдеу бейшараны жұмсақ алақанмен маңдайын сипап, алыстағы бір болмашы үмітті нұсқағандай елес береді. Күй шым-шымдап ішке кірісіп, көңілді босатып, қабақ астында қатып қалған жасты жібітіп, енді бір кез майда рақат самалмен желпіп сергіткендей болады. Оразымбет тарамыс денелі, қатқыл өңді, егде кісіден дәл осындай жүрек қылын шертетін нәзік күй шығады деп ойламап еді. Ол ұстазының бетіне қарап, оны жаңа көргендей болды. Терең әжімді, ашаң жүзіне жастық балғын нұр жүгіріп, кішілеу өткір көзі тымқыл тартып, Естемес балқып тұр екен. Салалы ұзын саусағы буынсыз болып кеткендей, жібектей майысып, жыпылықтап барады. Жаңағы бір сезімтал майда әуенді қайталап келіп, енді көтеріле бергенде өрге шыға алмағандай тайғанақтап, күй сазы қайта шегінді. Тағы да бір-екі рет талпынып барып, булығып қалды. Естемес ыза болғандай домбыраны қатты бір қақты да бұрылып артындағы қоржынға салып қойды. Күйге еліккен Оразымбет ұстазының қолынан ұстап алып, «Есеке, ар жағын тартпайсыз ба?» деді дауыстап. Естемес еңкейіп атының тізгінін қолын алды. «Ай, шырағым-ай, мені қинайтын да сол ар жағы ғой. Бұл өзі көптеген бері көңілді тербеп жүрген бір күй еді. Дәл осы арадан аса алмай-ақ қойдым. Қашан кемеліне келтіргенше күйді көп алдына салмаған жөн. Халықтың құлағын қажыған күйші күйден садаға кетсін. Қашаннан әдетім, күйімді әбден нақыштап алғанша жанға естіртпеуші едім. Ең аяғы қасымдағы жолдасым сенен де бүгіп, осы күйді оңаша толғап жүредім. Жаңағы бір оқиғаның қозғап жібергені ғой. Ар жағын алып кетем бе деп едім. Әлі де бір түрткі жетпей жатыр-ау. Естемес көңіл толқуын баса алмай, аз бөгіліп қайтадан сөйлеп кетті. Күй дегенде бір ойдан туады. Қолың қанша жыпылықтағанмен көңілің қуыс болса күй шықпайды. Жаңағы жарты күй осы жасқа келгенше ойланып толғанып түйгенім сияқты көрінеді өзіме. Қам көңілді жұбатсам деген бір арман еді. Естемес ауыр бір күрсініп ойынан қалт сергіді. Нарымыз ұзап кетті ғой кәне, сол ойысыл қараның соңынан ерелік, бір қараға жеткізер. Күйші атын тебініп қалды. Нар соңынан әудем жер еріп отырған екі атты Ибан тауының бергі алдыдағы қайнарда жұпыны ғана жалғыз қараша үйді көрді. Нар үйге жеткенде басына өкілі тақия киген талдырмаш денелі қыз шығып, бұйдасын шешіп, есік алдындағы қазыққа байлады. Екі атты сау етіп келіп, қарбаласау деп аттан түсті. Қыз бала қаймықпай жолаушылардың қасына келіп, ізетпен үйге шақырып, Естеместің тізгінін алып, белдеуге өзі байлады. «Әкемнің ұлы жоқ, айып етпеңіздер» деді дауысы сыңғырлап. Даусының әсемін-ай, құлақты қытықтап барады. Әрі еркін, әрі ибалы, мінезі де оңды екен деді Естемес ішінен. Түндегі бір кеулі қара көлеңке үйдің ішінде жалғыз шалдан басқа адам жоқ екен. Ол орнынан тұрып, қонақтардың сәлемін алып, екі күйшіні төрге отырғызды. «Жаңлай қалқам, түндікті ашшы» деп дауыстады. «Ал, жол болсын шырақтарым, әлей болсын, біз ел аралап жүрген күйші боламыз. Менің есімім Естемес, мына жігіт Оразымбет күйші. Өзім де шарамытып отыр едім, ана жолы ел осы қайнарда отырғанда екі күй тартып құлақ құрышын бір қандырып кетті едің-ау.
Осы кезде үйге жаңыл кіріп төменгі жаққа келіп отырды. Естемес қабақ астымен қыздың тұлғасын шолып өтті. Жасы 16-17 шамасында болар. Қою қара қасты, мөлдіреген қара көзді, дөңгелек жүзді, қара торының сұлуы екен. Үстіндегі жалаң көк көйлегі тозған, шынтағындағы бүлдіртпей салған жамауында күйші көзі шалып қалды. Әттең, үлдемен бүлдеге ораса жанып-ақ кетер едің-ау деп ішінен бір ойлап қойды. Шал арғы ел бергі елдің хабарын сұрастырып отырғанда күйші пейілі түсіп сөз арасында қызға қарай берді. Тіпті бұл үйдің жолаушыларға сусын ұсынып қазан. Шал аз уақыт тұйықталып төмен қарап отырды да бір кезде басын көтеріп алып, естемес шырағым деді. Өлімнен ұят күшті. Сен келгенде бір тостаған сусын тауып бере алмай жерге қарап отырмыз. Жоқ ақсақал, сіз қиналмаңыз. Неге қиналмайын қарағым? Биылғы жұт елді титықтатып жіберді. Арқалайтын да, асырайтын да жалғыз нарымыз анау жатқан. Ауыл көшерде бошалап кетіп, ботасыз қайтты. Суалып қалды. Қаңсытып, таңдайды кептіріп отыр деп шал ауыр күрсінді. Содан кейін қызына бұрылды. Жаңыл қалқам, қайнардан су әкеліп бер, қонақтар шөлдеген шығар. Жаңыл еліп тостағанмен су ұсынғанда естемес тағы да ұзағырақ қарады. Қыз көзіне көзі түсіп кеткенде жүрегі бүлк ете қалды. Сақалды басымен сабырдан айырылғаным қалай деп кейіді өзіне. Бірақ көңілі құрғыры әлденеге талпынып алып барады. Сонау бір жастық шағы қайтып оралғандай елге құмартады. Талайдан аңсағанын көргендей көз жасығы келмейді. Атастырылған адамы болмас, өйтсе шалды жұртқа тастап кетпейді ғой, және ұзатылар уақыты да жеткен ғой деп ойлап ішінен қалың ой құшағында отырды. Күйші осы күнге дейін аумалы төкпелі халге түсіп, қыл үстінде тұрғандай қалтырайды. Кім білет, жер ортасынан асқанда Тәңірінің сарғайтып барып, бұйыртқаны осы болар дегенде ойға тіреліп қалды. Қайтадан ол ойдан ауытқиды. Көңілін аптығын басу үшін естемес домбырасын алып ақырын шерте берді. Ойланып қалған шал басын көтеріп алып тағы да тіл қатты. Апырай, осы мал жарықтық күйге елігетіні болады деуші еді. Естемес шырағым, өнеріңді салып көрсең қайтеді? Хақ тағала көз жасымызды көрсе, кім білет, нарымыз иіп кетер. Салшы өнеріңді қарағым. Қолымнан келсе не сұрасаң да берейін. Не сұрасам да бересіз бе деп естемес жалт етіп Жаңылға көз тастады. Беремін қарағым. Жаңыл сытылып үйден шыға кетті. Ақсақал, сізде елде жоқ қолқа салып отырсыз. Мен де елде жоқ қолқа салайын. Осы күнге дейін жар сүймей келе жатыр едім. Шал естеместің қолқасын түсініп төмен қарап ойланып қалды. Апырай, мынауың шынында да елде жоқ қолқа екен деді ол сәлден кейін. Ай, бірақ сен де бір азаматсың ғой, баламды қор қылмассың. Сөзім сөз, өнерің жетсе тілегіңді бердім қарағым. Сол кезде Жаңыл есіктен қарап, екі күйші өнерлеріңді бірдей салыңдар деді. Мейлі болсын, кәне Жаңыл қарағым, нарыңды тұрғызып, шелегіңді тоса бер деп естемес домбырасын ұстап орнынан тұрды. Жаңыл нарды үйге жақынырақ әкеліп байлады. Шал тула қалып шығып нардың алдына төседі. Естемес кепкен шандырыңды жібет алар мекем деп сынағандай нарды шолып өтті. Түйенің ендігі түрі манағы көргеннен бөлек. Балшықтан құйғандай денесіне қыбыр еткен тірлік белгісі жоқ. Басын манағы келген жағы бұрылған, сонау алыс адыраға құрғақ жансыз көзін қадап қатып қалған. Апырай, мына жануарды жібету қиын болар деп секем алып қалды естемес. Осы кезде Жаңыл келіп, түйенің мойнынан құшақтап басынан сипады. Нар сонда ғана селт еткендей болды. Естеместің көзі тағы да Жаңылға түсті. Мал баласына осылай пейілің түскені, жаста болсаң аса мейірбан боларсың деп ойлап қояды. Күйшінің іші жылып кетті. Жаңыл қарындағы шелегін алып, түйенің желіне тосып, сауға ыңғайланды. Күйшінің жіті көзі қыздың әр қимылын қапысыз бағады. Бай ауылда күң, сауыншы аталатын еңбек әйелінің әр қимылында жарасымды ширақтық, әсем ептілік барына сүйсіне қарайды. Жаңыл бұрылғанда байқады, қыз жүзін ай бетіндегі мұнардай мұң басып шалып тұр екен. Естемес ішінен қасында тұрсаң да алыстағы арманым екенсің, күй қанатымен қуып көтерейін сені деп Жаңылға телміре қарап сәл тұрды.
Күйші жүгіне беріп, «Я сәт» деп домбыраны қағып-қағып жіберді. Жасы ұлғайып, қимылы ауырлап кеткен ұстазының жас жігіттей құлшынып шыға келгеніне Оразымбет таңырқай қарады. Бір жылдан бері мен аңдамаған мінезін осы бүгін көрсетті-ау деп ойлады. Әншейінде жайғасып, малдасын құрып, тіпті шынтағына жастық қойдыртып тартатын күйші қазір бір тізерлеп, толақ үстінде жүгіні отыра кетіп, сілтей жөнелді. Домбыраны қатты қағып, нарды бір елең еткізіп алды да күйді бастап кетті. Алғашқы ырғағынан-ақ Оразымбет бұл жол үстіндегі сол өзі тыңдаған күй екенін танып, «Есек-ай, манағы тірелген жерінде тағы да тайып, туламассаң не қылсын» деп сескеніп қалды. Бірақ Оразымбет бұл күдігін тез ұмытты. Ол енді алғаш рет тосын күй орындағандай көз шарасы үлкейіп, ерні түріліп, елтіп қалған еді. Күйшінің мына тартысы бөлек еді. Енді манағы мұңды әуеннің мағынасы артып, аяғы арманға ұласып барады. Жібек саздырғақтың арасында домбыра ақырын ғана күрсініп алғандай болады да, қайтадан сергіп балапандай талпынады. Оразымбет лыпылдаған қанат суылын естігендей де болды. Діріл қаққан күй тарауға, майда қоңыр сазды сарынға ауысты да, ақырындап көтеріле берді. Күйшінің саусағы домбыраның сағағына таман келіп, безек қағып, күй аз бұлқынып, жоғары өрледі де сорылып барып асқақтап жүре берді. Күйшінің қиналған жерден өтіп кеткенін сезіп, Оразымбет «Ах, сабазың, шыңыраудан суырылып шығарды-ау» деп сүйсіне қалды. Алдынан кең өріс, алыс қиян ашылғандай, оның да бойы сергіп қалды. Естемес күйге елігіп, өзге дүниені ұмытып кетті. Талайдан бері арқаны құрыстырып, кеудені кернеп, булықтырып жүрген нәрсе түйіні шешіліп, қыртысы таралып, жанын сергітіп, әсем сазды күй болып дүниеге келе жатыр. Сарылтып іздегені оңбай табылып, шиеленісіп қиналғаны тез шешіліп, күйші көңілі де күй қанатына ілесіп, алысқа самғады. Сәл иіліп, талдырмаш тұлғасы әсем майысқан қыз бұлдырап алыстап, биіктеп кетеді. Сонау көкжиектен сағым арасынан сыңғырлап күліп, еліктіре шаңырқағандай болады. Күйші көңілі соған талпынады. Бір сәтте естемес қиялынан сергіп нарға қарады. Нардың тақырдай қатып қалған қайыс шоны жұмсарып, қан жүгіргендей. Денесіне тіршілік дірілі еніп, бір-екі рет қозғалып, теңселгендей де болды. Жаңағы қадалған қырқадан басын бері қарай бұрғандай, үлкен көзі жасқа толып жаудырап тұр екен. Күйші осы кезде күй ырғағын баяулатып келіп, ақырын дірілдетіп көтерді де ботадай боздатып жіберді. Анадан айырылған жас ботаның алғашқы зарлы үні үзіліп-үзіліп шығады. Аруана осы тұста бір ыңыранды. Естемес оны да домбыраның шегіне іліп әкетті. Күйші көзі жаңылға түсті. Қыз нардың емшегін қысып ұстап қатып қалыпты. Апырау, бұл неге саумай тұр деп ойлады Естемес. Нардың желіне тырсиып барады. Естемес қыздың әдейі саумай тұрғанын байқады. Екі күйші өнерлеріңді бірдей салыңдар деген қыз сөзінің астары енді ашылып, есіне қайта түсті. Дір етіп бір шошынып қалған күй әлгі тапқан жайма шуақ биігінен төмендеп, қайтадан мұңлы сазға ауысып, күңіреніп барады. Сәлден кейін жалт еткен арманнан айырылып қалғандай күй тағы бір талпынды. Естемес жаңылға енді бір қарағанда сығымдап қысқан сүйріктей ақ саусағының арасынан шым-шымдап сүт тамып тұр екен. Күйшінің де көзінен жас тамып кетті. Заманым өткен екен ғой деп аһ ұрып жалт бұрылды да, ар жағын сен тарт деп саңқ етіп домбыраны Оразымбетке тастай берді. Оразымбет домбыраны алып жалғастырып тарта жөнелгенде нардың сүті де шелекке сауылдап құйыла берді. Біз қайдан білейік, ел нар идірген күй осылай туыпты деседі.